Жүйрік есек. Күн шығысымен есектер ақырын аяңдап жайылуға бет алды. Халиманың есегі де қатарға ілескені сол екен. Барлығы қоршап алып сұрақты үсті-үстіне жаудыра бастады. Бірінен кейін бірі жамырап, өткендегі өнеріңді түсіне алмадық. Бәрімізден озып кеткенің қалай? Өзің кәрі бола тұра ешкімге жеткізбедің ғой тегі. Арамыздағы ең арғы сенсің. Сол күні саған көрінбейтін қанат бітті ме? Аяқ асты тез жүгіріп кеттің ғой. Халиманың есегі достарына қарап, шынымды айтсам өзім де байқамай қалдым деді. Қызықтың бәрі сол күннен басталмады ма? Меккеге барарда сендерге үлесуге жарамай, арттарыңнан әрең ілбіп жеткенімді білесіңдер. Көтерем болып қалғандай өзімді тым әлсіз сезінгем. Бірақ неге екен белгісіз, қайтарда маған ерекше қуат біткендей болды. Жасарып кеткендей құлшынысым да артты. Өзім де түсіне алмай дал болдым. Осы кезде көпті көрген қарт есек те өз ойын ортаға салды. Туғалы Сағит ұлдары тайпасына қызмет етіп келеміз. Иелерімізді Меккеге апарып тұрамыз. Мекке қаласының тұрғындары сәбилерінің денсаулығын ойлап, тілі де жақсы шықсын деген ниетпен оларды ауылдық жерлерге, біздің тайпаларымызға жібереді. Сондай жас сәбилерді Меккеден алып қайту да біздің мойнымызда. Қаншама жыл бойы осындай істердің басы қасында жүрсем де дәл қазіргідей оқиғаға бұрын соңды куә болған емеспін. Қайтарда иелеріміздің өзі мынау Меккеге бара жатқанда ілес алмай келген кәрі есек емес пе деп таңданыстарын жасыра алмады. Басыңнан өткен оқиғаны бізге бастан аяқ айтып берші. Халиманың есегі түсіндіре бастады. Білесіңдер, менің ием Халима мен күйеуі кедей жандар. Жолда екеуі маған кезектесе мінді. Мен өте кәрі әрі әлсіз болғандықтан Меккеге бәрінен кейін жеттім. Біз барғанға дейін сәбилерді сүт аналар өздеріне алып кетіпті. Ием Халиманың көңілі жабырқап, Мекке көшелерін аралай әбден шаршады. Бір уақытта Әбдімүтәліп деген қарт кезікті. Әбдімүтәліп қолындағы жетім немересіне сүт ана іздеп жүргенін айтып, Халимадан сүт ана болуын өтінді. Халима ол кісінің ұсынысын қабылдап, жүзі айдай толықсыған сәбиді құшағына алғанда дереу көңілденіп сала берді. Сірә сәбиді бір көргеннен ақ жақсы көріп қалды деймін. Сөйтіп сәбиді құшағына алып маған мінді. Міне бар қызық осы кезде басталды. Неге екенін өзімді бірден жасарып кеткендей сезіндім. Аяқ қолдарыма күш бітті. Сөйттім де бәріңді шаң қаптырып оздым да кеттім. Қара есек түсінген сыңай танытып басын изеді де деді. Не болса да бұл үстіңе мінген сәбидің өте құтты әрі қасиеттілігіне болса керек бауырым. Қарт есек те қостап, мен де солай ойлаймын. Қарасаңдаршы, біздің иелеріміздің қойлары аштықтан көтерем болып әрең жүргенде Халиманың қойлары күйлі, сүтті де көп береді. Басқа бір есек былай деді. Иелеріміз баланың қадамы құтты екенін түсіне алмады деймін. Өйткені иемнің өз қойшыларына неге қойларды Халима жайған жерлерге дұрыстап жаймайсыңдар деп ұрсып жатқанын естіп қалдым. Ал қойшылар болса бұның жайылымға қатысы жоқтығын түсіндіре алмай әлек болды. Халиманың есегі басын изеп, «Я, білемін» деді. Бір күні қойшылар келіп, ием Халимадан бұл істің сырын сұраған. Халима, бұған шөптің де жайылымның да қатысы жоқ. Бұл өзі Алла тағаланың ғажап сыры деп істің мән жайын түсіндірді. Қарт есек, түсінікті деді. Иелеріміз бай отбасының балаларына таласып, жетім ғой деп оған көңіл аудармап еді. Мүмкін Алла Халимадан басқаларын сол үшін жазалап жатқан шығар. Айтарым, Халима бағып жатқан сәби тегін емес секілді. Есектер осылай өзара әңгімелесіп тұрғанда, иелері құрғақшылыққа тап болғандықтан тасаттық беріп, жаңбыр тілеп жатыр еді. Сағит ұлдары руының жайлауы көптен бері бір тамшы суға зар. Құрғақшылық пен ашаршылық қатар қауіп төндіріп тұр. Бүгін халық басшыларын ертіп жаңбыр тілеуге шыққан. Иелеріміз тасаттық беруге кеткелі бірнеше сағат өтті. Қалай ойлайсыңдар, жаңбыр жауы мүмкін бе? Жауса жақсы болар еді. Қарасаңшы, құрғақшылық денемізді қуартып барады. Халиманың малынан басқа бауырларымыздың барлығы қатты арықтап кетті. Суға әбден зар болдық.
Есектердің жайылып жүрген жерінен тасаттыққа шыққан адамдар анық көрінеді екен. Айналаны үнсіздік басқан, бәрі көңілсіз, терең ой құшағында тұр. Бір кезде араларынан бірі тыныштықты бұзды. Ана жаққа қараңдаршы, мына келе жатқан әйел Халима емес пе? Иә, сол, тасаттықты тастап қайда бара жатыр? Үйіне бет алды. Тасаттық жасалып жатқан жерге нұр жүзі сәбиді де ала келмекші сияқты. Айттым ғой, әне қара әкеле жатыр. Күннің ыстығы өтпесін деп сәбидің бетіне ақ мата жауып қойыпты. Ол матаны жабудың да керегі жоқ еді. Қарасаңдаршы, бір бұлт үнемі сәбиге көлеңке түсіріп келеді. Сәби қайда барса, ол да соған ілесіп, күннің ыстығын тигізбеуде. Кішкентай сәбиді не істемекші сонда? Араларынан бірі сәбидің құтты екенін байқап, дұғалары қабыл болу үшін соны алдырған сияқты. Жас есектердің бірі, көрдіңіздер ме, деді. Халима баланы басшыға берді. Ол кісінің даусы осы жерге дейін еркін жетіп тұр. Есектер құлағын тосып тыңдай бастады. Уа, халайық, мынау Халиманың үйіне құт береке әкелген сәби. Осы періште де ерекше сәбидің құрметі үшін жауын сұрап, Алла тағалаға жалбарынайық. Халық нұр жүзі сәбиді араларына алып, алақан жайып тегіс дұға ете бастады. Дұға аяқталар-аяқталмас есектердің бірі таңға жайып өзгерісті байқады. Мәссаған, нұр жүзі сәбидің үстінен кетпей көлеңке түсіріп жүрген бұлтқа қараңдар. Барған сайын қоюланып, үлкейіп бара жатыр. Бірнеше минуттан кейін бұлт көкті тұтас қаптады. Бәрі үмітпен жаңбыр күтуде. Алғашқы тамшылар тырс етіп тама бастағанда халықтың қуанышына шек болмады. Дұғалары қабыл болып, жаңбыр жауғанын көрген халық қалай қуанбасын? Жаңбыр, алақай, жаңбыр жауып жатыр. Көптен бері бір тамшы жаңбыр жаумаған аймаққа нұр жүзді сәбидің құрметіне рақым нұры шелектеп тұрып төкті де кетті. Қарт есек, мына балада бір өзгешелік бар екені рас. Өзі өте ерекше, әрі нұр жүзді бала екен, деді. Жаңбырдан соң халық көңілденіп, бір-бірімен әңгімеге кірісті. Жаңбыр кейде толастап, кейде үдеп, дәл бір жұма жауды. Жер суға қанып, табиғатқа қайтадан жан бітті. Егін бітік шығып, шөп көп өсіп, айналаға ерекше көрік берді. Болашақ адамзаттың пайғамбары Мұхаммед 5 жасқа дейін Халиманың қолында өсті. Ол бар кезде Халиманың отбасы, сондай-ақ сол тайпаның халқы құт берекеге, молшылыққа кенелді. Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалям сәби жасынан-ақ өзгеше көзге түсуі назар аударарлық мәселе. Ол бала кезінен-ақ әділ, тәрбиелі, салмақты болып өсті. Өзі қатарлы бала біткеннің бәрі онымен достасуға құмартатын. Біраз өскенде Халиманың баласы Абдулламен бірге қозы да бақты. Халиманың күйеуі де бұл баланы қатты жақсы көрді. Қоштасу қиын соқса да, 5 жасқа аяқ басқанда оны Меккеге алып барып, анасы Аминаның өзіне табыстады. Балақайға сұрақ: Халима Меккеге неліктен барды? Халиманың есегі Меккеге қалай жетті? Ал қайтарда қандай өзгеріс болды? Басқа қойлар арықтап кеткенде Халиманың қойлары неліктен семізеді? Жаңбыр дұғасына шыққан халықтың дұғасы қалай қабыл болды? Сен де жиі дұға етесің бе? Дұғаларыңда көбіне не сұрайсың? Жаңбырға неліктен нұр деп айтылатын ойланып көр.